Өзің жас болсаң да, ақылың қария болсын. Жігіттің мінезі салмақты һәм сабырлы болуы шарт. Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Данышпан Аристотель адам жігіт кезінде диуана мінездес болады депті. Әзірет пайғамбарым жастық шақ ақымақтықтың бір бұтағы деген. Диуаналыққа салынып қаңғыбас адамның қатарына қосылудан сақтан. Ашулы, ызақор болма. Жас адамға ашу тән, бірақ ашу ыза пәле шақырады. Өмірдің жігіт кездегі ләззатын қастерлей білгін. Қартайған соң ол ләззатты іздеп таба алмайсың. Табылса да жігіт шағыңдай болмайды. Жас болсаң да өлімді қаперіңде ұста. Ажал үлкенге де, кішіге де, қартқа да қарамайды. Жігіттік шағыңда тәкаппар болма. Тәкаппардың туысы өлсе, жалғыз жылайды деген. Кішіпейіл, қарапайым һәм ақ көңіл болғын. Дос іздегенде тек құрдасыңмен шектеліп қалмай, қарттармен де жолдас бол. Әрбір мәжіліске қарияларды қатыстыр, өйткені қарттардың білгенін жастар білмейді. Кейбір жастар кәрі көрсе мазақ етіп, ойнағысы келеді. Олар өзін кәріден артық санайды. Әсілі, жас пен кәріні салыстырсаң, кәрінің бәсі озық. Себебі қарияда тәжірибе мол, ол жастық шақты басынан өткізген. Ал жас адам қарттардың көргенін көре ме, әлде көрмей ме, ол жағы белгісіз. Жастар өзін жаңашылмын, шал-шауқаннан артықпын деп ойлайды. Бірақ ондай ой надандықтың белгісі екенін сезбейді. Есіңде болсын. Жоғалмас қазына байлық іздесең, көпті көрген қарияның үйіне бар. Олардың кеудесінде жасырынып жатқан қазына болады. Қарттарды құрмет тұтып, олардың алдында әдеп сақта. Әр сөзіңді аңдап айт. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.